Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Трендтегі конверт шақыру билетті жасауды көрсететін боламын. Ол үшін біз капкутқа кіреміз. Сақтап қойған шақыру билетіміздің шаблонын алып аламыз. Мінекей осындай конверт шақыру билет. Бұны енді бір жасқа да жасауға болады, қыз ұзатуға да жасауға болады. Мінекей осылай алып аламыз. Мінекей көбісі сұрап атады, бір жасқа шаблон бар ма деп, немесе қыз ұзатуға или бір жасқа тұсаукесерге. Бұл барлығына да келе береді. Тек қана мына жерде қазір нені қоюды көрсететін боламын. Мына шақыру билетке мына жерге текст жазамыз. Мына жерге мінекей мына жерге тойға шақыру дейміз конверттің ашылатын жеріне. Міне осы жерде мына жерге домалақтың ішіне қыз ұзату деп жазасыз, немесе Анель бір жас деп жазуға болады. Бұл жерге астына картинка қою арқылы өзгертуге болады. Мінекей мына жерде мінекей наложение деген бар, добавить наложение дейміз. И фотоға кіреміз да, мысалы міне мынандай картинка аламыз. Бұл картинканы кішірейтіп, кішкене міне астына қойсақ, осылай қылдырып, бұл бір жасқа шақыру билет екені түсінікті болады. Енді бұны алып тастап, мінекей удалить етем. Бұны алып тастап, қыздың суретін қоюға болады. Мінекей былай. Сонда ол қыз ұзатуға екені көрініп тұрады. Бұны да алып тастап, мінекей бесік тойға деп жасауға болады. Мінекей мамасы мен бесік тербетіп отқан кішкентай қыз балаға болса, бесік тойға осындай шақыру билет жасауға болады. Осылай фотосуреттерді қойып, шақыру билетті әдемі қылдыруға болады. Мінекей әдемі көрінеді. Мына жерге бесік той, Анель деп осылай жазуға болады. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.